Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жіктеу есімдігі және құстар туралы не білеміз? Сенің меңгеретінің берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікіріңді білдіруді үйренесің. Жіктеу есімдігі туралы білесің. Мен, біз, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктері деп аталады. Жіктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі. Оқулығымыздың 58-ші бетіндегі 42-ші тапсырманы орындайық. Мәтінді тыңда. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіт қасқырды да тайсалмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі өте көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң қазір барлық елдерде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалынбайды. Балалар, мәтіннен бүркіттер туралы не білдіңдер? Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Бүркітті қорғауға қатысты өз пікірлеріңді білдіріңдер. Алдымен мына бейне жазбаны тыңдап көрейік. Қазаққа бүркіттен жақын құс жоқ шығар сірә. Бүркітті қазақтай түсініп, оны бағалаған халық жер бетінде кемде-кем. Бүгін әлем алдында қазақ елін алғашқы болып көрсететін еркіндіктің белгісі көк туымызда белгіленген қыран құстың қасиетіне тоқталатын боламыз. Ата-бабамыздың ежелден қастерлеп киелі деп санаған құсының бірі бүркіт. Халқымыздың өткен тарихы мен күнделікті тұрмыс тіршілігі тікелей бүркіт құсымен тығыз байланыста болғандықтан ба, халқымыз бүркітті ерекше дәріптеп, құс патшасы, көк аспанның әміршісі, құс төресі, аспан перісі деп өте жоғары бағалап, оған үнемі құрметпен қараған. Бүркіттің аспандағы сол еркін жүрген құсты қолына қондырып, оған жердегі аңды ілдіріп, одан түлкі алып, қасқыр аулап, соның терісі менен ішек бір-біріне тымақ сыйлап, көңіл жалғаған халықпыз. Бұл осындай табиғатты, осындай құбылысты меңгеру, оны өзінің өмірінің бір мән мағынасына айналдырып жіберу деген кез келген халықтың қолынан келе бермейтін, және ол өте ұзақ уақытты, ұзақ барысты бастан кешіретін дүние. Бүркіт сұңқар тәрізді қаршыға тұқымдасынан қырандар туысына жататын ең ірі және бірбеткей саналатын мекенді жыртқыш құсы. Көздеген аңын құрығынан босатпайтын қырағы құс. Бүгінде осы қыранды баптап, саятшылық құрып жүрген серлер қатары аз емес. Тамаша балалар, бүркіт туралы жақсы мәлімет тыңдадық. Енді оқулығымыздың 43-ші жаттығуы 59-ші беттегі кестеде берілген ақпаратты пайдаланып, бүркіт туралы мәтін құрап жазайық. Тамаша балалар, ал енді жазған мәтінімізді тексеріп көрейік. Бүркіт жыртқыш құс. Олар Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сары Арқа, Алтай таулары мен Іле Алатауын мекендейді. Бүркіт ұясын биік ағаштар мен зәулім жартастарға салып, 1-2 жұмыртқа табады. Ұя салу науқаны наурыз-сәуір айларында басталады. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма 44-ші жаттығу оқулығымыздың 59-ші бетінде. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, көшіріп жазыңыздар. Жазып болсаңыздар, ал енді тексерейік. Қара бүркіт томағасын түсірді. Мен оны томағалай. Кім
томағалайды. Тамаша балалар. Бүгін біз сабақта жіктеу есімдіктерімен таныстық. Мен, біз, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктері деп аталады. Жіктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі. Назарларыңызға рахмет.